Сұлтанбейін әндеріңізге көп рахмет. Құрметті қатысушылар, қалайсыздар? Көңіл-күй жақсы ма? Бәрі керемет сияқты. Енді осындай бір керемет көңіл күймен, құрметті көрермен, біздің әріптесіміз Еуразия бірінші арнасының белді беделді қызметкерінің бірі, Қосылайық бағдарламасының жүргізушісі Бауыржан мырзаны бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бауыржан мырза, ал келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын сізге. Зор денсаулық тілейміз, бақыт тілейміз, байлық тілейміз. Біз сізбен бір арнада, бір жерде жұмыс істеп жатқанымызға өте қуаныштымыз. Және де өзіңізге, отбасыңызға береке тілей отырып, осы бір чемпион Кения Сансет шайын сыйға тартамыз өзіңізге. Дәл қазір көріп отырсаңыз өзіңізге сәлем. Қара тершіктелген, ешқандай да қоспасы жоқ, мінсіз сапа белгісіне ие болған шайдың. Біз енді Аружанға сыйлап беріп жібереміз бұны, және де өзіңізге осы бір Қосылайық бренді ұсынған керемет жамылғы жастық өзіңізге сыйға. Сізді тек биіктерден көре берейік, бар бақытты, бар жақсылықты өзіңізге тілейміз. Тағы да туған күніңізбен. Енді құрметті көрермен, және де біздің осы Еуразия бірінші арнасының тағы да бір қызметкері Рымбек ағамызды бүгінгі туған күнімен құттықтағымыз келіп отыр. Рымбек аға, сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз, бақыт тілейміз, байлық тілейміз. Сіздің қызметіңізге, шаңырағыңызда береке тілей отырып, осы бір чемпион Кения Сансет шайын өзіңізге де сыйға тартамыз. Бұл қара тершіктелген, ешқандай да қоспасы жоқ, мінсіз сапа белгісіне ие болған шай. Бірнеше қаптамаларымен өзіңізге беріп жібереміз міндетті түрде. Туған күніңіз құтты болсын, және бұған қоса, әдеттегідей осы бір Қосылайық бренді ұсынған жамылғы жастық өзіңізге сыйға тартылады. Туған күніңіз құтты болсын. Рахмет, Жандос. Құрметті көрермен, біз әрі қарай жалғастырамыз, және тағы да енді біз сіздерді сыйлықсыз қалдырмаймыз. Сондықтан Қосылайық бренді ұсынған осы бір мынадай керемет түстегі жамылғы жастықты ұтып алатын мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін эфир барысында көрсетілген 5 белгіні арнайы постыңызда жазып қалдырасыздар. Алғашқы белгі бізде Айжанның қолында. Айжан, қандай белгі айта қойыңыз? Табамын. Бәрінің аузын жабамын. Табамын, бәрінің аузын жабамын дейді ал. Болса ханым, айта кетейінші алдына, Қазір жарнама айта берейін ба? Енді басталды ма? Неге жарнама? Болса ханым алдында айтып едім ғой сізге, что сыртта бір кісіні ұнатамын. Ұнатамын бес енді симпатия деп айттым ғой. Есімде, оны деп айта алмай. Бірақ ол кезде просто Жәнібек ортада еді ғой. Солай ма? Сол үшін мен Жәнібекке шамалы қырсығып, солай айтқаным бар. Өткен Жәнібек тоже өзіне көп алып кетті да, өзінше болып кетті. Доспыз дейді да, бірақ мен достықты көріп тұрғаным жоқ. Білмеймін, Жәнібек өз жауап берді. Тоқтаңыз, Айжан, сіз сол кезде Жәнібек ортада отырғаннан кейін қызғанып кетіп, ұнататын адамым бар деп айттыңыз. Қырсығып айттыңыз ба? Негізі ешкім жоқ. Ешкім жоқ болғанда енді қалай бар ғой, ақыры түсінікті болып тұр ғой, Жәнібек болып тұр ғой. Солай ма? Жоқ, сыртта ешкім жоқ, мен просто Жәнібекке қырсығып солай айтсам. Не үшін қырсықтыңыз? Солай болу керек болды. Ал әлде қалай олай болу керек? Ол сіздерді ештеңе байланыстырмайды. Ештеңе байланыстырмайды, доспыз деп айтады. Білмеймін, Жәнібек өз жауап берсінші. Өзі бастап Жәнібек жауап берсін дейді. Жәнібек, ал неге Айжан қырсығып жүр сізге? Қайырлы күн баршаларыңызға. Ауысқан әдеттегі өте әдемі тұрсыз, күшті. Неге қырсыққанын білмедім, шыны керек енді. Не үшін қырсығу керек мен ондай жерде? Мен үміткерім бар қазіргі таңда. Әлде үміткер қабылдағанына қырсығып қалдыңыз ба? Уәде беріп қойған жоқ па сыртта, үміткер қабылдамаймын дегендей? Жоқ, ондай уәде ештеңе болған жоқ, вообще сөйлеспедік та ол жайлы. Жәнібекке келетін білген де жоқпыз ғой, просто мен андай спонтанно деймін. Жоқ, неге Айжан оғанға демейсіз бе? Неге именно үміткер келген кезде сөйтіп қырсып қалады екен? Жоқ, Жәнібек еще басында, помните, Балауса ханым құрт берген кезде өзі айтты ғой, сырттан емес, іштен қарасын деп. Өзі солай айтып қалғаны бар. Өзі сөйтіп айтты. Айтты да, сосын доспыз деп айтады. Мен сол сөзін түсінбей отырмын да. Осыған Жәнібек? Жоқ, берген себебі мен сыйластық ретінде берген болатын. Бірақ бергеннен кейін де айтқан болатын. Айжан, бұл негізі шынайы сыйлас достық ретінде деген ғана нәрсе болатын. Ал ешқандай бір сезім ондай жоқ бұл. Енді ондай болатын болса баяғыда айтып. Сіз эфирді қайттан қарайтын болсаң, Жәнібек, ол жақта айтқан сырттан емес, іштен қарап көрсе екен деп, ол дәл солай айтқан.
бірақ енді қызық екенсіздер. Сіз үміткер күтіп отырсыз, сіз үміткеріңіз бар, бірақ екеуіңіз бір-бірлеріңізге не үшін ренжіп жүрсіздер? Жоқ, Бауырсақ ханым, сол үміткерлерім дұрыс түсінбей қалмасын деп мен қазір айтып отырмын да, что мені сырттан біреуді ұнатамын деген ондай әңгіме жоқ. Мен Жәнібекті де ұнатпаймын, ол да ұнатпаймын. Ой, қоя салшы, Айжан осы жерде. Мен айтайыншы, я закончу. И я Жәнібек сыйластық десе, жарайды, енді өзінің үміткер бар, мен де үміткер күтемін. Бауырсақ, мына жерде Айжандікі түсініксіз да. Айжан біресе сен Айжан айтасың, біресе Жәнібек араласайық дейсің, біресе араласпайық дейсің да. Ол түсініксіз. Айжан өзі түсінбей жүр бұл жерде не істеп жүргенін шыны керек ше. Өзі білсе керек сияқты. Түсінікті, сіз өз бір-бірлеріңіздің ештеңе түсінбей жүргендеріңіз. Неге? Себебі нақты бір екеуіңіздің араларыңызда ешқандай әңгіме болмаған, сезім дейтіндей сезім де жоқ. Жәнібек басын ала қашып отыр. Айжан нақты ұнатамын деп отырған жоқ. Мен әрі қарай созғым келіп тұрған жоқ. Сіз үміткер қабылдайсыз. Ешкімде ойыңыз жоқ. Жоқ. Жақсы. Біз эфирімізді бастайық, және де біз ортаға Тимурды шақырамыз. Келіңіз. Қалайсыз, Тимур? Ассалаумағалейкум, қазақ ел, саламатсыздар ма? Өте әдемі болып тұрсыз, Бауырсақ ханым. Рахмет. Менде бәрі жақсы. Сымбатты болып, жақсы болып тұрсыз. Гүлвира жақсы ма? Гүлвира жақсы, кеше кездескен болатынбыз. Кеше кездестіңіздер. Дәл солай. Енді біраз әңгіме айтылып қалды. Басы басталып, аяғы аяқталмаған еді. Енді Гүлвираның өзі келген шығар, шақырып алайық. Келді деп ойлаймын, шақырып алайық. Гүлвира, келіңіз. Қош келдіңіз, Гүлвира, жайғасыңыз. Қош көрдік, сәлеметсіздер ме? Жақсысыз ба, қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Бәрі жақсы бізде. Қатысушылар, тыныштық. Енді мен кеше құрметті көрермен эфирді бәлкім көрген шығарсыздар. Түсініксіз жайттар орын алған еді. Нақты Тимурдың да тарапынан, түсінгеніміз бойынша Гүлвираның да тарапынан. Нұржан мен Ақеркенің арасы бұрын шоқтай жанып, бүгінде суып қалған махаббаттың үнсіз елесі ғана болып қалған. Бір кезде екеуінің күлкісі мен армандары бір шаңырақтың ішінде жаңғырып тұратын. Бірақ уақыт бәрін өзгертетін ең мықты күш қой. Екеуінің арасындағы сезім бірте-бірте суып, бұрынғыдай бірін-бірі түсінуден қалған кездер жиілей берді. Күндердің бір күнде айғайсыз, өкпесіз, тек үнсіз түсіністікпен екеуі екі жаққа кетіп тынды. Нұржан үйден шыққанда күздің салқын желі бетіне соғып өтті. Әдетте Ақерке шығарып салушы еді, енді есік артында үнсіздік қана қалды. Ол қаланың шетіне қарай кетіп бара жатып, соңғы рет артына бұрылып қарады, терезеден ешкім көрінбеді. Сол сәтте оның ішінде бір дәуір жабылғандай болды. Ақерке де сол уақытта бөлмеде үнсіз отырды. Қолындағы кішкентай сақинаны шешіп, үстелдің үстіне қойды да терең дем алды. Сақина үстел үстінде қалды, ал оның жүрегінде бос кеңістік қалды. Күндер өтіп жатты. Нұржан өз өмірін қайта құруға тырысты. Достармен кездесіп, жұмысына көбірек берілді. Бірақ кешкісін үйге келгенде үйдің тыныштығы оны тұншықтырды. Кеше ғана сол үйде күлкі естілетін, ал қазір тек сағаттың тықылы ғана бар. Кейде ол телефонды қолына алып, Ақеркенің нөмірін теріп қайта өшіріп тастайтын. Айтар сөз таппайтын.